мақатай бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі деп бастады топталасты. Бірі оны үйгелесе, бірі қырдан айрасты. Бір айтады, бақыт деген барлық байлық емес пе? Тілегенше киіп ішсең бақыттысың емес пе? Бір айтады, жоқ, бақыт деген қолың жетпес мақсат қой. Жұрттан көріп жүрсең керек, соның өзі жақсат қой. Бір айтады, бақыт деген желік мініп той тойлау. Ісің болмай күйбеңменен қарың тойса картойма. Бір айтады, бақыт деген адал жармен кеседі. Ынтымаққа арыз келген ол да соған ермек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым. Бақыт адам баласына келмес оңай соқтым. Безгенмін мен баладан да, байлықтан да, жардан да, мансап жетпес бар адамға үлестіріп алғанда. Үмітін үзбей іздеділар, тыңдап сол бір шақтықты. Оны алыстан іздемеген жүректегі бақыт. Мұғалім Мақатай, әйелдер қандайсың? Әдем болып кетіп солай ағайсың. Біреу жүріп тұрса да қалмайсың, біреу сүйіп тұрса да бармайсың. Әйелдер қандайсың? Әйелдер қоларлай, жанарған жауын алып тұрғанай, біле тұра беріктен бөлк етіп кетесіңдер қандай тұра тыңдамай. Әйелдер қоларлай, әйелдер еркектерден көп дейді. Ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдем ғой, әдемілік бізге көпті кетпейді. Мұқағали Мақатай, қайран қара сазыма. Тамаша еді жазғырман, құстар сайрап мәз болған. Көшік тебе соларда үйрек ұшып қазылған. Шығын шіркей қағыма, шошып судан ақшабақ. Тастың отыр жағада, сыңыр аяқ аққабақ. Елік етіп лағым, елеңдетіп құлағым. Тыршымайды бірақта. Көк құтадына көрбеңдеп көтер алмайды. Жалғыз елеңдеп көк қояда жылбайды. Мұздай суын атқылап, ақ басталар қайнаған. Тана топақ атқылап, оқырайтып ойнаған. Тамаша еді жазғырман, тамашалап мәз болған. Қайран қара сазыма үйрек ұшып қазылған.